Сәлем. Бүгін аяқ астынан осылай видео жазып жатырмын. Қазір блогымды қалай өзім жүргізгім келеді, солай жүргізіп жүрмін. Бүгін мен кішкене ғана история. Негізінен қазір біз көп еститін сөз бар, ол пробуждение. Сол пробуждение туралы қысқа айтып кетейін. Адам деген негізінен ұзақ ұйықтап оянған кезде өмірінде керек емес адамдар кете бастайды. Сосын өзінің ойын жеткізе бастаған кезде көп адамға ыңғайсыз бола бастайды, неудобный бола бастайды. Сол кезде сен шынайы өз айнаңмен кездесесің. Бірақ ол оңай болмайды. Мен мысалы жарты жыл бұрын болған Маржан, ол өте басқаша адам болған. Қазіргі Маржан ол басқаша адам. Біздің негізінен эволюциямыз бұл өмірде әрқашан өзгерісте болу. Бізге бала кезімізде мысалы қара мен ақ деп үйрететін, немесе жаман жақсы деп. Бірақ бұл өмірде негізінен өмір деген негізінен радуга сияқты екен. Радуга сияқты разноцветный болады. Разные цвета есть. Даже біз мысалы кейбір балалар нағашыларына жақын болады, немесе өз жағына жақын болады. Бірақ та біз екі жақты да бір қалыпта қабылдай білу керекпіз. Өйткені бізге екі жақтан да энергия келеді. Сол жақтан да, оң жақтан да, мама жақтан да, әке жақтан да. Сол үшін да мен қазір білгенім тұшты. Ақ пен қара жоқ, жақсы мен жаман жоқ. Біздің өміріміз әртүрлі. Сен әр күні әртүрлі түс бола аласың. Қара, немесе жасыл, немесе розовый, немесе ақ, немесе көк. И ол тек қана саған байланысты. Қашан сен бұл өмірді бөлмейсің, қара мен аққа, жаман мен жақсыға, сол бойы сен өмірінде өзгерістер бола бастайды. Сен, как сказать, личность ретінде емес, ми арқылы емес, өз жанын, тәнін арқылы өмір сүре бастайсың. Жанын арқылы, яғни душа арқылы өмір сүре бастайсың. Сол кезде сол адам өзін табылмай жүрген адам өзін табуы мүмкін. Өзінің жолын табуы мүмкін. Мысалы, предназначение дейміз ғой. Көп адам өзін іздейді ғой, менің жолым қандай екен, мен сүйіктісім қандай екен дегендей. Сол кезде мынау адам оянған кезде аяғынан өзінің жолын да тауып кетеді, өзінің предназначениесін да тауып кетеді. Өйткені қабылдай бастайды да бүкіл. Ақ пен қараны бөлмейді, жаман мен жақсыны бөлмейді. Бәрі болуы мүмкін. Мысалы, сен бүгін жақсы боласың, ертең жаман боласың. Мысалы, ертең сен қара боласың, ертең сен ақ боласың, немесе жасыл боласың. Солай да өмір әртүрлі болады. Сен бірінші ішкі дүниемен арпалысып алу керексің да, сыртқы өмірмен күреспей. Бірінші ішкі дүние ең маңызды. Егер сен ішінде соғыс, арпалыс болып жатса, сен сыртқы өмірін сондай болады. Мысалы, сенің айнаң дейді ғой, оны көбісі дұрыс түсінбейді. Твое зеркало, твои люди вокруг тебя это твои зеркало деген. Сен ішінде қандай эмоциялар испытываешь, также и адамдар да сол эмоцияларды саған көрсетеді. Сен бетпердеңді көрсетеді. Мынау сенің айнаң, мынау сенің айнаң, мынау сенің айнаң. Солай өмір бойы адам деген өзінің айнасын кездестіреді.